Пау, сәлем YouTube, сенімен Дайреп. Бүгінгі видео оңай ақша рубрикасы. Көптен шықпай кетті, білем, кешіріңіздер. Мен енді новый схема таптым. Бұл схемада біз ешкімді алдамаймыз. Бұл жақта барлығы әппақ, барлығы честно. Қысқасын айтқанда, бұл жанатын Bluetooth лампа туралы схема. Бұндай лампаларды AliExpress'тен заказать етуге болады. Бірақ мен, как обычно, басқа адамнан алдым, себебі AliExpress'тегі арзан лампалар кейбір кезде дұрыс жанбайды. Дұрыс жанбайды дегенде жанады, бірақ қатты жанбайды. Ал маған именно қатты жанатыны керек. Біз осының барлығын заказать етеміз, өздеріңіз біліңіздер, қайықтың заказать етсеңіздер. Бірақ шын өмірдегі магазиннен алмай қойыңыздар. Себебі ол жақта өте қымбат болады. Осындай лампаларды көп қол сатып аламыз да, кешке таман далаға шығамыз. Именно лампаларды жағып қоямыз. Оны телефонында программасы бар. Сол арқылы барлығын настроить етіп, қандай түске келетін әртүрлі түске жандырып қойыңыздар да далаға шығасыздар. Ну и потом адамдар өздері келіп сіздерден сатып алады. Сіз ештеңе айтпайсыз, просто жүресіз. Бір көп адам жүретін жерде сол лампаларды барлығына көрсетіп жүресіз. Қандай баға қоятыныңызды өзіңіз білесіз. 3 есе, 4 есе, 2 есе өзіңіз біліңіз. Бірақ өте қымбат қылып қоймаңыз. Және праздник күндері тоже праздник күні шығу бұл обязательно, себебі сізден хотя бы бір лампы сатып алу бұл точно 100% сатып алады. Және кішкентай школьниктарды да алып алуға болады. Соларға лампыны беріп, олар сіздің орныңызға сатып береді. Және шамалы ақшаны соларға бересіздер. Және өзіңіз сенетін кішкентай балаларыңызға беріңіздер, кәдімгі братишкаларыңа. Осындай схема, ал полиция келіп жатса, сіздер как обычно айтасыздар. Мынау мен просто қыдырып жүрмін, осындай лампалар мен маған қатты ұнайды деп, все, полиция сізге дым істей алмайды. Бір айда қанша ақша табатындарыңызды білмеймін, себебі бағаны сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша қоясыздар. AliExpress'тен сатып алғанда да арзандарын сатып алмай қойыңыздар, себебі арзандары вообще жанбайды. Сіздермен болған мен, сау болыңыздар. Пока. Шоты на фото, я чисто кайф играть, без разницы на счета, без рефери и свистка.